Алдар көсенің алдар атануы. Баяғыда хан Жәнібек тұсында Қожыр деген бір кедей шал болыпты. Оның 3 баласы болыпты. Күндерден күн өтеді, шалға кәрілік жетеді. Кәсіп етуден қалады. Ақырында шал балаларын жинап алып, жасым келді, кәрілік жетті. Сендер болсаңдар ер жеттіңдер. Мал тауып асырайтын менен әл кетті. Мал табу, тамақ іздеу енді сендерге жетті. Ау балалар, кәсіп етіңдер, мал табыңдар, мені асыраңдар. Қане, қайсың қандай кәсіппен мені асырайсыңдар? Айта беріңдер, дейді. Үлкені, дұрыс айттың ей ата, егінді сүйер көңілім, мұнымда жоқ еш қате, егінмен өтсін өмірім. Ал ортаншысы, егіннен басқа тағы да, көңілімде қой бақсам, маған берген бағы да, мал дегенде зар қақсам. Ал үшіншісі кенжесі айтады: ей ата, мен алдасам, болса да жын арбасам, жұрт істейтін кәсіп көп, алдауды мен қаласам, дейді. Шал балаларының жауаптарына риза болады. Олай болса, Алла беттеріңнен жарылқасын. Кенжем, сенің қалағаның алдау болса, басқа кәсіпті көптің бәрі істейді. Бұл бір өзгеше кәсіп екен. Сенің де алдыңнан жарылқасын. Алдар бол, дейді. Қол жайып батасын береді. Содан үлкен баласы егіншілікке түседі, ортаншысы мал бағуға кіріседі, ал кенжесі алдау жолына түседі. Алдаушының тұрақты жері бар ма, ел кезіп, жер шарлап кете береді. Осылайша алдар көсе алдар атанған екен.